Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін айранда, сүтте емес, бүгін суда осындай ажурный блинчик дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұп-жұқа әдемі болып шығатын болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға қантымызды қосамыз. 3-4 ас қасық қантты қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ал оған дейін достар, рецептеріме лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп қойсаңыздар болады. Одан кейін бөлме температурасындағы 250 мл суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. 3 қасық сұйық майымызды құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді қажетті мөлшердегі ұнымызды шетінен салып араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер қалмауы тиіс. Сол үшін жақсылап араластыруымыз қажет. Қажетті заттардың мөлшерін әдеттегідей описанияға жазып қалдырамын. Соңынан тағы да 250 мл ыстық суға ас содасын қосып араластырып, жақсылап араластырып, оны массамызға құятын боламыз. Егерде үйіңізде қалып қойған айран болса, жоғарыға қалдырып кетемін. Айранмен де дәл осындай ажурный блинчиктің рецебі бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей осындай сұп-сұйық болып, массамыз дайын болды. Енді формамызды басында майлаймыз, одан кейін майламай-ақ жабыспай пісетін болады. Мінекей көріп тұрғаныңыздай тесіктері шығып, өте әдемі болып шығып жатыр. Блинымыз өте дәмді әрі жұқа болып шығады. Сіздер де осы рецептпен дәл осы мөлшерлермен жасасаңыздар, дәл менікіндей әдемі блины болып шыға келеді. Ешқандай қиындықсыз жабыспай пісетін болады. Мінекей біздің блиныларымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұқа болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Тіпті блиныйды мүлдем жасай алмайтын адамның қолынан да дәл осындай болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Назарларыңызға рахмет. Келесі тәтті рецептерде кездескенше.